Қайырлы күн, математик. Бүгін пропорция тақырыбына келіп тоқтадық. Осы пропорция тақырыбы өте жеңіл тақырып, бірақ осы пропорцияның өзін екіге бөліп қарастырамыз. Оны қазір алдағы уақытта түсіндіремін. Жалпы пропорция деген не? Бұл екі немесе бірнеше шама арасындағы салыстырмалы байланыс. Яғни екі бөлшек теңдігі болып табылады. Пропорцияның негізгі мақсаты берілген екі бөлшектің қатынасы мен олардың арасында теңдікті анықтау. Енді пропорцияның жалпы түрі b-дан a немесе ол тең болады d-дан с. Осының шығару жолы мына a мен d-ны көбейтіп b мен s-ны көбейту арқылы шығады. a көбейту d ол тең болады b көбейту s. Бұл пропорцияның шешімі. Енді мына жерде манағы мен айтқанымды анықтама негізінде көрсетілген. Келесі мысал бойынша түсіндірейік. Егер 3 килограмм қанттың бағасы 1200 теңге болса, онда 5 килограмм қанттың бағасы қанша болады? Бұны пропорция құру арқылы шығарамыз. 3 килограмм ол тең болады 1200 теңге. Ал 5 килограмм x, яғни белгісіз. X-ті табу үшін бұны біздер 1200 көбейту 5. Мына 1200 бен 5-ті көбейтеміз, сосын бөлеміз 3-ке. Бұл пропорцияның стандартты шешу түрі. X тең болады 1200-ді 5-ке көбейтсек 6000, 6000-ды 3-ке бөлсек 2000. Сонда 5 килограмм қанттың бағасы 2000 теңге. Енді бұл пропорцияның стандарт шешу түрі. Пропорцияның екінші шешу түрі бар. Оны мен келесі мысалда көрсетейін. Бізге мынадай берілген 5 бөлінген x ол тең болады 15 бөлінген 9. Бұны жаңағы стандартты пропорция түрі шешімімен шығарайық. 5 пен 9 көбейтем, екеуі белгілі. Сосын оны 15-ке бөлем. Так, қысқаратындар бар. 15 пен 5-ті қысқартайын. Мұнда 3-тен келеді, мұнда 1-ден келеді. Сосын 3 пен 9 қысқарады, мұнда 3. Жауабы 3. Енді екінші. Бұл енді екеуін қарама қарсы екеуін көбейтіп теңестіреміз. 3x қосылған 4 көбейтілген 4 тең болады x минус 5 көбейтілген 8. Жаңағы стандартты түрдегі бір-біріне қарама қарсы тұрған бір-бірін көбейтіп теңестіру әдісі арқылы шештік. Енді жақшаны ашу әдісі. Сыртында тұрған санды жеке-жеке ішіне көбейтеміз. Так, 3x пен 4-ті көбейтсек 12x қосылған 4 пен 4 16. Ол тең болады. 8 пен x-іміз 8x болады, минус 40. Енді x-ларды бір жаққа жинайық. 12x 8x-ті бері қарай келеміз, минус 8x болады. Мана жақта минус 40 қалды. 16-ны ары қарай апарамыз, ол минус 16 болып барады. 12x-тен 8x азайтсақ 4x, минус 40 пен минус 16, минус 56. X тең болады, 4 ар жаққа бөлу болып барады, сонда ол 56-ны 4-ке бөлсек 14 болады. Минус 14. Бұл енді пропорцияны шешудің екінші жолы. Үшінші есептеді дәл осы екінші жолмен шығарайық. 5x минус 2 көбейтілген 9, ол тең болады 3x плюс 8 көбейтілген 6. 9 мен 5-ті көбейтеміз. 45x минус 2 мен 9 18. 3x пен 6 18x плюс 6 мен 8 48. Енді x-тарды бір жаққа әкелеміз. Мен 18x-ті ары қарай апарсам минус 18x болады. 45x пен 18x-ті азайтсақ 27x 27x тең болады 18 ар жаққа минус плюс болып барады, сонда ол 66 болады. X тең болады 66 бөлінген 27. Енді қысқартайық. Бірінші 3-ке қысқарту бар. 3-ке қысқартсақ мынау 22 болады. 27-ні 3-ке қысқартсақ 9 болады. Осымен есебіміз шықты. Келесі.
тура пропорционал тәуелділік. Енді пропорцияның өзі екіге бөлінеді. Біріншісі тура пропорционал тәуелділік, екіншісі кері пропорционал тәуелділік. Осы бірінші тура пропорционал тәуелділікке тоқтайық. Оның анықтамасы бүй дейді. Екі шаманың біреуі артқанда, екіншісі де артып, біреуі кемігенде, екіншісі кемейтін тәуелділік. Мұндай тәуелділік кезінде екі шаманың қатынасы тұрақты болып қалады дейді. Енді оны мен былай түсіндірейін. Жалпы мынадай екі түрді қараңыздар, иә. Мысалы, көліктің жылдамдығы 60 км. Иә. Қазір мен екінші неде көрсетейінші, екінші мысалмен. Мысалы, мына жерде 1 килограмм алма 500 теңге тұрады дейді. Міне. 1 килограмм алма 500 теңге, 1 килограмм алма, мынау 500 теңге. Егер 2 килограмм болса, онда бұл бағасы да өседі. Яғни, мына салмақ өскен сайын бағасы да бірге өседі. Мысалға 5 килограмм алма 2500 теңге. Осыны салмағын түсірсек, мысалы 3 килограмм ба, онда оның бағасы да түседі. Осыны айтып тұр, тура пропорционал. Яғни, біреуі өскен кезде екіншісі де өседі, біреуі кеміген кезде екіншісі де кемейді. Осыны жақсылап түсініп алсақ, тура пропорционал екенін бірден ұғамыз. Мына жерде 1 килограмм алма 500 теңге дейді. Ал бірінші мысалы 2 килограмм алма қанша да? Осыны шығарсақ, мысалға 2 мен 500-ді көбейтеміз, бөлеміз 1-ге. Бұл яғни бұны не үшін көрсетіп жатырмын? Тура пропорционал тәуелділік кәдімгі стандартты пропорция түрінде шыға береді. Ал екінші қазір кері пропорционал тәуелділік келгенде оның пропорциясы өше басқаша болады. 2 мен 500 көбейтсек 1000, оны 1-ге бөлсек бәрібір 1000 шығады. Осылай. Келесі 5 килограмм үшін енді түсінікті, 500-ді 5-ге көбейте саламыз, 2500. Мына жерде тұрған екінші мысал, саяхатта жүрген көліктің жылдамдығы 60 км/сағат дейді. Жақсы. Енді бізге дейді, 2 сағатта қанша жол жүреді дейді. Жылдамдықты сағатқа көбейтеміз, сонда ол 120 км/сағат. Екінші 5 сағатта тоже жылдамдыққа сағатты көбейтеміз, сонда ол 300 км жүреді. Яғни, сағат өскен сайын жол да өсе береді. Сағат кеміген сайын жол да кемейді. Осыны түсініп алсақ, есеп шығару оңай болады. Енді, Токар 5 айда жылдық жоспардың 47,5%-ын орындады дейді. Жақсы. Токар осындай тұрақты жұмыс өнімділігімен 12 айда жылдық жоспарды неше процент орындайды дейді. Енді 5 айда 47,5% орындаса, 1 айдағысын табуымыз керек. Ол үшін 47,5%-ды бөлеміз 5-ге. Сонда бұл примерно 9,5 болу керек, иә. 9,5 болу керек. Енді осыны 1 айдағысын тауып алдық. Енді 1 айда 9,5% болса, осыны 12 айға көбейте қоямыз. Сонда бұл 114% болады. Мына есепте В жауабы екен. Келесі. Жұмыс өнімділіктері бірдей 3 станокта 3 минутта 9 сақина дайындалады дейді. Осындай 6 станокта 24 сақина неше минутта дайындалады дейді. Енді мына жерде сақина деп тұр ғой. Осы сақинаны өндіретін станок бар ғой. Сол неше станок бар? Соған бөле саламыз. 9-ды 3-ке бөле саламыз, сонда 3. Яғни 1 станок 3 минутта десе, значит 1 станок 1 минутта 1 сақина шығарады. Соны түсініңіздер. Енді 24-ті 6-ға бөле саламыз, бұл жерде 24-ті 6-ға бөлсек 4 минут. Сонда 6 станок 24 сақинаны 4 минутта шығарады екен. 1 станок 1 минутта шығарса, 6 станок 24 сақинаны 4 минутта шығара салады. Енді кері пропорционал тәуелділік. Енді мынаны түсініңіздер. Екі шаманың біреуі артқанда, екіншісі кемейтін дейді. Немесе біреуі кемігенде, екіншісі артатын тәуелділік, онда ол кері пропорционал тәуелділік деп аталады. Енді мысал келтірейін. Егер бір жұмысты 4 адам 6 күнде аяқтаса, сол жұмысты 8 адам қанша күнде аяқтайды дейді. Оны мен пропорция арқылы түсіндірейін. 4 адам 6 күнде аяқтайды. 4 адам 6 күнде. Осыны 8 адам қанша күнде? Енді қараңыздар. Мынау 4 адам, мынау 6 күн. Егер адам саны өссе, жұмыс тез бітеді ғой, онда жұмыстың күні түсе береді. Түсініп тұрсыздар ғой да? Бұны кері пропорционал тәуелділік дейді.
Енді бұның шығару жолы x тең болады. Біз стандарт пропорция түрінде 8 бен 6-ны көбейтетін едік қой. Ойбай. Қазір білмейді. Стандарт пропорция шығарғанда 8 бен 6-ны көбейтетін едік қой. Ал бұл кері пропорционалда керісінше 4 бен 6-ны көбейтеміз, сосын 8-ге бөлеміз. Ол тең болады 4 бен 6-ны бөлсек 24, 24-ті 8-ге бөлсек 3 болады. Сонда 8 адам сол жұмысты жасаса, онда 3 күнде бітіреді. Енді логично миға салып ойлансақ, шынымен де адам саны көбейген сайын жұмыстың жасалу күні түсе береді. Келесі, егер 12 адам орындаса дейді, 4 адамды 6-ға теңестіреміз, 12 адамды неше күнде екенін табу керек. X тең болады 4 пен 6-ны көбейтеміз, сосын 12-ге бөлеміз. 4 пен 6-ны көбейтсек 24, 24-тен 12 бөлеміз 2. 2 күнде бітіреді екен. Келесі. Ойбай, мынаны алпыс. Жақсы. Автобус 2 елді мекен арасындағы қашықтықты 60 км/сағат жылдамдықпен 3,5 сағат жүрді дейді. Так, міне 60 км/сағат жылдамдығы 60 км/сағат жылдамдықпен 3,5 сағат жүрді дейді. Егер автобус жылдамдығын 10 км/сағатқа арттырса, 60-ты 10-ға қоссақ 70 болады, иә? Мана 60 пен келді, енді 70 пен келді екен. Сонда қанша сағат жүреді дейді. Енді қараңыздар, мана 60 пен келатқанда 3,5 болды. Енді 70 болғанда сағат керісінше түседі. Жылдамдық артқан сайын тез барады ғой. Сол сияқты сағат керісінше түседі. Бұны кері пропорционал тәуелділік дейді. Енді x тең болады 60 пен 3,5-ті көбейтеміз. Сосын оны 70-ге бөлеміз. Так, бұдан жауабы 3 болады. 3 сағат. Болды, осылай. Кері пропорционал тәуелділік деген осы. Келесі. Тапсырманы 30 жұмысшы 6 күнде орындау керек. Тапсырманы межелеген күннен бұрын орындау үшін жұмысшылар саны 20%-ға арттырылды дейді. Тапсырма неше күн бұрын орындалады дейді. Так, 30 жұмысшы 6 күнде орындайды дейді. Жұмысшылар саны 20%-ға арттырды дейді. 20% табу үшін алдыңғы процент тақырыбы бойынша есептейік. 30-дың 10%-і 3. 20% болса 3-ті 2-ге көбейтеміз 6. Сонда 6-ға 30-ды қоса саламыз, 36 болады. 36, 20% арттырса ол 36 жұмысшы болып кеткен екен. Сосын ол неше күнде екен x болады. X тең болады кері пропорционал тәуелділік 30 бен 6-ны көбейтеміз. Сосын оны 36-ға бөлеміз. Так, 30 бен 6-ны көбейтсек 180, оны 36-ға бөлсек 5 болады. Яғни бұлар 5 күнде 5 күн орындайды екен. Келесі. Дайындалған мал азығы 75 сиырға 184 күнге жетеді дейді. Егер сиырлар саны 40-қа өсірілсе, 40 сиырға өссе, онда дайындалған мал азығы неше күнге жетер еді дейді. 75-іміз 184-ке, 75 сиыр 184-ке жеткізсе, оған 40 қоссақ 115 сиыр қанша күнге жеткізеді дейді. X тең болады 75 көбейту 184 бөлінген 115. Так, бұны есептесек, қазір 75-ті көбейтеміз 184-ке, оны бөлеміз 115-ке. Бұл 120. Яғни сиырлар саны артып кетіп, дайындалған азық күні төмен түсіп кетті. Яғни бұрын 184 күнге жететін еді, қазір 120 күнге жететін болып болды. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бұйырса келесі сабақта көріскенше жақсы сау болыңыздар.